көз қуанады қарағанда. Қарашы. Осының барлығы. Ішіне кіріп шығай деп еді, рұқсат болса. Қазір мінекей көз алдарыңызда қазір Бақкөз салынатын сол жаңағы қаржыландырудың Астанадан ғой негізінен келу керек қаражат. Сол қордан бөлінетін қаражат ақшаға байланысты осы мәселені шешіп беруге уәде беріп отыр енді. Дәл көз алдарыңызда телефон шалып Астанаға сөйлесіп жатқан жайы бар. Жалпы енді ең бастысы бұл жерде осы біздің азаматтарымыз ғой енді судың астында қалған табиғи апат. Салынып жатқан үйлерді өзіміз көріп отырмыз. Мынау фундаментін көріп отырмыз, іргетасын қандай биік қылып, өте барлық нормативтер сақталып, тиісті сапада салынып жатқандайды көріп отырмыз. Енді құрылыстың сапасына байланысты өз басым көңілім толады. Қашанда ешқандай артық шулап берекетсіздік жасамайтын үлкен тәртібі де көп нәрсеге қиындықтарға түсінікпен қарайтын халық Батыс Қазақстанның халқы. Сондықтан бұл жолда осындай қиындықтан абыроймен шығатынында ешқандай күмәніміз жоқ. Біз мына парламент мәжілісінің депутаттары аймақтарға шығып, халықтың тұрмыс тіршілігіменен танысып, қандай сұрақтары бар екен, қандай ұсыныстары бар екен, соны естейін деп, сосын жасалып отырған жұмыстарды қандай заңдар шығарып жатқанымызды, қандай жұмыс жасап жатқанымызды айтып жүрміз.